Сәлеметсіздер ме балалар? Осымен бүгінгі қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын орнымыздан тұрып, барлығымыз орнымыздан тұрамыз. Дөңгелек шебер жасаймыз. Дөңгелек шебер. Бір-бірімізге жақсы сөзді, жақсы ниетті айтудан бастаймыз. Кәне, бірінші топ, сендер бастаңдаршы. Бір-біріне сінесінді Диас, кәне, сінесінді айта отырып. Сінесім. Ал енді балалар бір-бірімізге көтеріңкі көңіл сыйлау үшін бір-бірімізге әдемі сын есімдерді айта өтейікші. Кәне, Раяна, сен бастай ғой, ары қарай жалғасын таба береді. Сен жақсы. Сен жақсысың. Сен әдемісің. Сен мақтасың. Сен ақыллысың. Жарайсыңдар. Ал енді сендер жігіттер бір-біріңе әдемі керемет тілектерді айтыңдаршы. Кім бастайды? Сен қасиет. Сава, сен жақсысың. Жан, сен Мақтысың. Хайыр, сен қазақ тілді жақсы білесің. Сен өте ақыллы жігітсің. Данил, сен білімді баласың. Қарай кешегі өткен сабағымызды толықтыру мақсатында, кәне сұрақ-жауап әдісі арқылы сендердің сабақтың қалай меңгергендіктеріңді тексеріп өтейік. Ал бірінші сұрағымыз, Абай Құнанбаев қай қалада дүниеге келді? Семей қаласында. Жарайсың, өте тамаша. Келесі сұрақ, Абай Құнанбаев алғаш рет қай медреседе білім алды? Ахмет Риза медреседе білім алды. Жарайсың, өте жақсы. Абай Құнанбаев қай медреседе білім алды? Ахмет Риза медреседе білім алды. Жарайсың, отыра ғой. Келесі сұрақ, Абай Құнанбаев қанша жасынан бастап өлең жаза бастады? Айқайыр айта ғой. 14 жасынан бастап. Абай Құнанбаев 14 жасынан бастап өлең жаза бастады. Жарайсың, отыра ғой. Ал енді осы жерде Абай Құнанбаевтың қандай өлеңдерін білеміз? Өлеңінен үзінді келтіретін оқушы бар ма? Өлең жолдарын білетін оқушы бар ма? Ал жасымен айта ғой. Қылым таппай мақтанба, орын таппай бақтанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлген. 5 нәрседен қасық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам боламын десеңіз, тілеуін өмірін алдында. Енді осымен сабағымызды аяқтамас бұрын, тілек ағашына сендер бүгінгі сабақ барысында алған әсерлеріңді жазып шығатын боласыңдар. Міне кәне тақтаға барып осы стикерге әдемелеп тұрып бүгінгі сабақ барысында қалған әсерлеріңді жазасыңдар. Сөйтіп тілек ағашына ілесіңдер, алыңдар. Тамаша, ал балалар болған болсаңдар, жеміс ағашына келіп іле берсеңдер болады.